Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен рогалики жасайтын боламыз. Ішіне қайнатпалы крем салып жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаға қантымызды салып, кішкене араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Және де сары майымызды құямыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Дрожжімізді саламыз. Жақсылап иілеп қамыр жасайтын боламыз. Салатын ыдысымызды майлап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығу керек. Шамамен 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі біз кремімізді жасайтын боламыз. Бір жұмыртқаға қантымызды қосып араластырамыз. Және де оның үстіне сүтімізді қосамыз. Және де ұнымыз бен крахмалымызды салып араластырамыз. Енді қалған сүтімізді құямыз. Кішкене араластырып, отқа қоятын боламыз. Орташа отқа қоямыз, және де үнемі араластыру қажет. Міне біздің креміміз қоюланды. Енді осының үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған креміміздің үстін осылай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Көтерілген қамырымызды ыдысынан түсіріп, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Мен 14 бөлікке бөлдім. Енді оны әрқайсысын осылай дөңгелетіп шығамыз. 10 минутқа қойып қоямыз. Жұқалап етіп оқтаумен жаямыз. Арасына кремімізді салып, рогалики формасын жасайтын боламыз. Отыз минутқа қойып қоямыз. 30 минут тұрғаннан кейін жұмыртқамызды жағамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Қыздар осыны дүкеннен
қымбатқа сатып алғанша үйде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Шын айтамын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар.